Құрметті оқушым, бұл берілген мәтін есепті біз қарапайым теңдеу құру арқылы шығарамыз. Оқушылар сыныптың қорына 500 теңге немесе 1000 теңгеден қосты. Қорда 17.000 теңге жиналды. Егер сыныпта 24 оқушы болса, неше оқушы 500 теңгеден қосты? Алдымен есептің берілген түсіндік. Енді мына жерге белгілейік. 500 теңгеден қосқан оқушыларды табуымыз керек қой. Оны x деп белгілейік. Яғни x оқушы, 10 оқушы, 15 оқушы, қазір соны табамыз. X оқушы 500 теңгеден жинады, ал 1000 теңгеден бізде неше оқушы жинайды сонда? Егер сыныпта 24 оқушы болса деп тұр. Барлығы 24 оқушы бар, я? Сонда 24-тен мына 500 теңгеден жинаған оқушылар санын азайтуымыз керек. Солай ғой? 24 азайту x болады. Өйткені барлығы бізде 24 оқушы бар. Жақсы. Енді осы x оқушының әр қайсысы 500 теңгеден жинаса, сонда барлығы олардан қанша ақша шығады? 500-ді көбейтеміз x-қа, оқушылар санына көбейтеміз. Мысалы, 4 оқушы болса, 4-ті 500-ге көбейтеміз, 2000 теңге шығады деген сияқты. Жалпы өрнек түрінде x оқушы болғандықтан, сол санды біз 500-ге көбейтеміз. Дәл солай 1000 теңгеден жинаған оқушылардың санын, яғни 24 минус x-ті біз 1000-ға көбейту керекпіз. Өйткені әр қайсысы 1000 теңгеден қосты, я? Сонда қорда барлығы 17.000 теңге жиналды дейді. Ол не деген сөз? Ол 500 теңгеден қосқан барлық ақша, 1000 теңгеден қосқан барлық ақшаның қосындысы тең болу керек, әрине 17.000 теңгеге. Көрдіңіз бе, қандай қарапайым теңдеу шықты? Сонда осы жерден ақшамдай саламыз жылдам. 500x қосылған. Жақшаны ашамыз. 24.000 азайтылған 1000x тең 17.000. Сонда 500x минус 1000x. Жақсы, осы жақта қала берсін. Минус 500x болып қала берсін, я? Өйткені 500-ден 1000-ды азайтқанда минус 500. Тең. Ал мына жақта біз плюс 24.000-ды оң жаққа минус 24.000 деп жібереміз. Минус. Сонда 17.000-нан 24.000-ды азайтқан кезде бізде терістен шығады. Минус, олардың айырмасы бізде 7000. Солай ғой? Енді екі жақта да минус тұр, оларды қысқартып жіберуге болады. Сонда 500x тең 7000-ға, x-ті табу үшін 7000-ды 500-ге бөлеміз. Яғни 14 шығады. X деп нені белгіледік? X деп біз мына 500 теңгеден жинаған оқушылардың санын белгіледік. Сонда неше оқушы 500 теңгеден қосты? Әрине 14 оқушы. Жауабы D болады екен.